Қазіргі кезде республикамызда қосымша білім берудің жаңа жүйесі жасалып, Қазақстандық білім беру жүйесі әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағытталуда. Білім беру саласы қызметкерлерінің алдында қойылып отырған міндеттерінің бірі оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеру. Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше сауатты жан-жақты маман болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді. Өзін-өзі дамытып, оқу тәрбиесі үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Осы мақсатта Арыс қаласының білім бөлімі, жас натуралистер техниктер туристер станциясы, коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Арыс қаласы әкімдігінің 2012 жылдың қыркүйек айының 3 күні бекітілген нөмірі 378 қаулы негізінде құрылған. Біздің мекеме қала мектептері арасында білім мен тәрбие жұмыстарының әдістемелік орталығы болып есептеледі. Қала көлемінде туризм, өлкетану, экология, қолөнер бағыттары бойынша жұмыс атқаратын бірден-бір қосымша білім беру болып табылатын мекемемізде жас турист, жас эколог, жас өлкетанушы, шебер қолдар, алтын оймақ үйірмелері жұмыс жасайды. Барлық үйірме саны 15, ал оқушылар саны 216-ны құрайды. Жалпы біздің мекемеміздің мақсаты баланың бос уақытын тиімді ұйымдастыру, дарынды балалардың дамуына ықпал ету, ұлттық қолөнер шығармашылығы, ел жандылық сезімін арттыруға, ұлттық сана сезімін оятуға, салауатты өмір салтын қалыптастыруға, мәдени тарихи жерлерге экскурсия жасау арқылы балалардың бойына патриоттық сезімдерін ояту, қоршаған табиғи ортаны жақсарту мен қорғауды, оны оқушының ұқыптылық пен пайдалану дағдыларын балалар мен достық қатынаста болуға тәрбиелеу болып табылады. Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты шектеу шаралары кезеңінде балаларға қосымша білім беру ұйымдарында оқу процесін ұйымдастыру бойынша, қашықтан оқыту бойынша педагог пен білім алушы арасында тікелей байланыссыз қашықтан оқытуды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін заманауи ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды қолдануға негізделген оқу процесі ұйымдастырылды. Қашықтық форматындағы сабақтар балалардың өз өтініші және ата-аналар келісімі арқылы жүзеге асырылды. Жас натуралистер техниктер туристер станциясы, коммуналдық мемлекеттік мекемесі, мектептегі сабақ кестесі, демалыс пен оқу режимінің ауысуын ескере отырып икемдік сабақтық кесте жасады. Білім алушыларға қашықтықтан оқыту үшін қосымша білім беру педагогтары барынша үйірмеге оқушыны тарту мақсатында әр саланың әр сабағына бейне сабақтар жасап, қосымша білім алуға мүмкіндіктер жасады. Атап айтар болсам, жас туристер үйірмесінің жетекшісі Бақыт Серғазыұлы қашықтан оқыту барысында туристік серуендері мен жорықтар және экскурсиялардың мақсаттары мен міндеттері, туристік серуенді жорықты экскурсияны жасауға қажетті керек жарақтар мен құралдар, сондай-ақ туристік серуендер мен жарыстар және жорықтарда қажетті азық-түлік мөлшері барысында сабақты түрлі етіп түрлендіріп өтуде. Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығы күннен күнге артуда. Әр қайсысы сабаққа белсенділік танытуда. Ал шебер қолдар үйірмесі сабағында қосымша білім беру педагогы Табия Шадықызы барынша оқушыларды помераннан гүл жасау, гофра қағазынан гүл жасау, салфеткадан гүл жасау, тағы да басқа да түрлі тақырыптарды оқушыларды еңбек сүйгіштікке баулып, өнерге қызығушылығын арттыруда. Ал қосымша білім беру педагогы Шахизада Әлбайқызы оюлы жастықша тігу, аю жұмсақ ойыншығының жеке бөліктерін біріктіру, моншақтар мен сырға жасау сияқты оқушылардың үй жағдайында бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында керемет жұмыстар жасап, күннен күнге сабақтарын тартымды өткізуде және қол өнерге оқушыларды баулуда. Ал экологиялық бағыты бойынша қосымша білім беру педагогы Сандуғаш Асанқызы атмосфераның құрамы мен құрылысы туралы түсінік беру, баклажка мен гүлдер жасау және сол сияқты түрлі тақырып аясында оқушыларды сабаққа деген ынтасын арттыру мақсатында
істен шыққан заттар дүниеге қайта келуі барысында бұйымдар жасау арқылы сабақты түрлендірді. Яғни үйірмеге деген оқушының ықыласы жақсы. Қорыта келе, балаларға қосымша білім беру ұйымдарының басқа білім беру орындарынан айырмашылығы, онда бала басқаша білім жолын басып өтеді. Мұнда бала қосымша ақпарат беріп қана қойылмайды. Ең бастысы, бала шығармашылық жұмыс істеуге тартылады. Бала адамзат еңбегінің, білімнің бірін терең игереді, оған дағдыланады. Жас ұрпақтың дара ерекшелігін ескере отырып, ойлау, шешім қабылдау, қорытынды ой пікірін білдіруін, белсенділігін, танымдық қабілетін дамытуын, өзіндік шығармашылық әрекетін жүзеге асыруын қалыптастыруына мүмкіндік туғызған дұрыс. Оқушылардың қабілетін ашып, дамытуға жан-жақты жасайғанда ғана мақсатқа қол жеткізуге болады.